Қайырлы күн, сіздермен бүгін қыс мезгіліне дайындықты бастаймыз. Ең алдымен компот жабудың үлгісін көрсетейін. Бұл ең қарапайым, ең оңай әдісі және де жапқан компоттарыңыз қысқа дейін атылмайды, құрымайды деген сіздерге кепілдік бар. Менің каналыма жазылуды, видеоларыма лайк басып, соңына дейін көріп шығуды ұмытпаңыздар. Ал енді керек заттарға көшетін болсақ, қандай жемістен компот жабасыздар, сол жемістің түрі қажет. Яғни бізде бүгін шие, 2 стакан шиені мөлшермен есептеп алып, дайын, алдын ала жуылған таза банкіге саламыз. Шие менде алдын ала әбден жуылған. Мен үнемі шие немесе басқа да жемістерді жапқан кезде жапырақтарында араластырып қосуға мән беремін. Өйткені жапырағында да қандай да бір бізге қажет витаминдер болады. Және де шыбығы, жапырағы кеткен ол банкінің атылып кетуіне ешқандай әсер етпейді. Ал енді міне көріп тұрғандарыңыздай қайнап тұрған ыстық суды осы шиенің үстіне құямыз. Мен толық банкіге аузына жеткенше құйдым, ал шиеден кішкене ғана асатындай етіп құйсаңыздар да болады. Бұл яғни біз банкіні екіншіден шиені стерилизовать етіп тұрмыз деген сөз, яғни микроб бактерияларынан өлтіріп аламыз. Осылай бір 20 минутқа қалдырасыздар. Содан кейін ыстық суды ақырындап төгіп тастаймыз. Негізінде суға кейбір кезде шиенің түсі шығады, оған мән бермесеңіздер болады. Ал енді 2 литрлік банкі болғандықтан біз 200 грамм шекер саламыз. Шекер дайын салынды. Енді қайнап тұрған ыстық суды толтырып құйып шығамыз. Банкіні жабамыз. Және де шекер ерігенше осылай әрі-бері домалатып шекердің еруіне көмектесеміз. Шекер толық еріген кезде осылай төңкеріп қойып, және де банкінің ыстығы ұзағырақ сақталатындай жылы етіп ораймыз. Осы видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Міне түсі өте әдемі осындай шие компоты шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен бірге банкі жабуды үйреніңіздер. Сіздерге рахмет.